tipti. Qarangizlar. Adamlar qabrlaridan oyangan кезде eng birinchi bo'lib oyanатын kisi kim? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Nega bilasizlarmi? Nega? Bir kitob berib javobini aytganim. Ne uchun birinchi payg'ambar tirildi? Ha? Ümmetine şefaat et üçün, ümmetinin keşirim sıra üçün, ümmet üçün keşirim sıra üçün ya. Allah'ın süyükte kulu var ya, Allah'ın süyükte kulu var. Жақсы var yani. Ha? Ne deydi? Hey, dağ. O жерде dağvat yok bu, o жақта o dağvat. O жақта чисті сұрақ жауап қой. Ha? Сұрақ жауаптың қасында жобаласады ya. Мына бауырым сізге міне. Түсіндіріп берейін өзім. Қараңыздар. Жобаласты жауабы. Үмметі оянған кезде сұрақ жауабының жағдайын білген кезде қорқып кетпес үшін бірінші пайғамбарымызды көреді екен. Көрдіңіздер ме? Соны көріп барып жүректері басылады дейді. Сол үшін пайғамбар олардың алдында бірінші тіріліп күтіп тұрады екен. Біліп алыңыздар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қабірінен бірінші оянып үмметін істеп тұрады, күтіп тұрады. Аналар өзінің амалдарын біліп тұр ғой, қорқып тұр ғой жағдайлар. Шошып қабірлерінен оянғанда пайғамбарымызды көріп жүректері басылады дейді. Көрдіңіздер ме? Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бізге мына жақта да керек, о жақта да керек, оның ар жағында да керек екен ғой. Сол кісіге мықтап жабысып алуымыз керек. Көрдіңіздер ме? Керек па пайғамбарымыз? Керек қой. Ол қабірде де сұрақта бар ғой ол. Пайғамбарың кім деген сұрақ бар ғой қабірде. Енді соны мысалға мешіттегі жамағаттың 80% білмесе, ол қалай жауап береді ертең мысалға пайғамбарымыз туралы? Оның бер жағында біз иманды қалай сақтаймыз пайғамбар танымаса? Көрдіңіз бе? Бұның барлығы өте ауыр нәрсе. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға деген біздің неміз болу керек, махаббатымыз болу керек жүректе. Жүректің түкпірінде бір махаббат болу керек. Бағанағылардың бәріне махаббат толып тұр ғой. Дүниеге деген, басқаға деген махаббат ұрып тұр. Мына жаққа келген кезде ақсап қалып жатырық та пайғамбарға келген кезде. Көрдіңіздер ме? Иманның ешбір адам ләззатын тата алмайды дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисі бар. Ешбір адам иманның ләззатын тата алмайды. Алла және оның елшісі барлық нәрседен абзал, жақсы, сүйікті болмайынша дейді. Қараңыздар. Ешкім иманның ләззатын тата алмайды. Және не дейді? Бір сахаба келіп айтады дейді. Я Алланың елшісі, қиямет қашан болады деп айтады дейді. Осы сұрақ қой бәрімізге келетін. Мекке жап-жасыл болып кетті, қиямет болайын деп жатыр. Анау бүйтіп тұр, қиямет болайын. Бәрі қиямет шақырып жатыр, білмеймін. Дайын тұрған сияқты бәрі. Қиямет қашан болады дейді жаңа. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, дайындаған бірдеңең бар ма дейді. Жоқ қой дейді жаңа сахаба. Қатырып оққан намаз да жоқ, қатырып ұстаған ораза да, садақа да жоқ деп айтады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қалай онда? Анау айтады дейді, мен бірақ дейді, Алла және оның елшісін бүкіл нәрседен артық жақсы көрем деп айтты дейді. Қараңыздар. Олай болатын болса, сен жақсы көргенмен бірге боласың деп айтты дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Керек пе екен тағы да? Пайғамбарыңмен бірге боласың деген сөз, пайғамбарымыздың жәннаттағы мәртебесі ең биік жоғарыда. Ал оған сүйікті, махаббат қойған кісі, сол кісінің ең биік мәртебеде жоғарыда қасында отырады деген сөз. Раббысының дидарын қайта-қайта көреді деген сөз. Көрдіңіз бе? Бұл әшейін нәрсе емес пайғамбарымызға деген ілесу. Бұл біріншіден иманды сақтау, екіншіден өзіңнің Раббыңның алдындағы дәрежеңді сақтау. Қандай жақсы нәрсе.